Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тиктокта кейбір адамдар домбыраны харам деп өздерінің пікірлерін білдіріп жүр ғой, дінде жүрген бауырларымыз. Соларға жауап ретінде осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Сіздерге мына Дәркембай Шоқпарұлының «Қазақтың қолданбалы қолөнері» деген кітаптан бір деректер келтірейін. Баяғыда Қашаған жырау Есқали деген сопының үйіне келсе, сопы оның домбырасын көріп, шайтанның қуағашы бұл үйге қалай келді деп жақтырмаған сыңай білдіреді. Сонда Күржіманұлы Қашаған домбырасын аласап жырды төпей жөнеледі. Келе салып Сопеке, домбырамды боқтадың, домбырамды боқтасаң, өзімді басқа соққаның. Сопылығың қай жақта, шын тентекке ұсадың. Қолымдағы қуағаш, сайрап отыр бұл ағаш, асылы мен қарағай, шыққан жері су ағаш, жаның сая табатын, орман болған бұл ағаш. Қорыққанда жалғызға, қорған болған бұл ағаш. Бұтақтары бүгіліп, көктен төмен үңіліп, қарның ашып келгенде, жүрегіңді жалғауға нәсіп болған бұл ағаш. Пайғамбарлар туғанда, бесік болған бұл ағаш. Мұнаралы әр жерде, мешіт болған бұл ағаш. Шеберлердің қолында, кәсіп болған бұл ағаш. Өзіңді халық сопы дейді, боқтағаның қай ағаш. Бұрынғы өткен заманда болған екен көп ұрыс, көп ұрыстың кезінде Жәбірейіл жәннеттен алып келген төрт қылыштың атын айтатын. Біреуінің аты Хам-Хам, біреуінің аты Сәм-Сәм, біреуінің аты Зұлқажа, біреуінің аты Зұлпықар. Қынабына солардың қапта болған бұл ағаш, аруақты ерлерге жақта болған бұл ағаш, найзасына батырдың сапта болған бұл ағаш. Дариядан өткенде пырақ болған бұл ағаш, қараңғыда жарығы, шырақ болған бұл ағаш, қарып пенен қасірге, қуат болған бұл ағаш, жетім менен жесірге, суат болған бұл ағаш. Өзіңді халық сопы дейді, боқтағаның қай ағаш. Өздеріңдей сопыға аса болған бұл ағаш, аңдып жүрген шайтанға таса болған бұл ағаш. Жаңа дәрет алғанда, сәждеге басың салғанда, аузыңа салған мәсуек, ағаш емей арқан ба, ағашты сондай боқтайсың, Сопекеу қалай айтасың. Ағузы мен әлхамды, домбыраны күнә десеңіз, жиын менен тойдыкі, шегін күнә десеңіз, жұмақтан келген қойдыкі, пернесін күнә десеңіз, есебі ол пәннің 12. Хазіреті Біләлдің құлағы екен деседі, тиегін күнә десеңіз, шиеленген сырды шешеді. Атамыз адам пайғамбар, жеті сазбен жерге кеп, күй шертіпті деген бар. Ол күндегі ода саз, бұл күндегі бұда саз. Сазды күнә деп жүрген, молдеке сенің ақылың аз. Домбыраның бізге күнәсі аз, үстіңе тіккен үйіңіз, шақырса бұған келмей ме? Хазірет